Сәлем достар! Бүгін бізде Токобокта новый шықты, яғни обновление. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Алдымен видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де колокольчик басып кетіңіздер. Ал ендеше кеттік! Ал достар, мен Токобокқа кірдім. Күтеміз. Міне обновление үйге ғой, новый заттар шықты ғой. Так, бірінші үйді удалить етеміз. И мен бір жаққа істейін деп жатырмын, бір локация. Мынау фермердің локациясы. Бұл маған қатты ұнайды. А мынау простой обычный локация. И мынау эстетичный. Вот таулар бар, так моресі де бар. Бәрі бар да, Осын таңдайын деп шештім. Бұл жақтан осына қойын деп тау жаққа. Прям әдем көрінеді. Бұл үйді таңдаймыз, себебі осыған көрсетейін деп жатырмын. Алда бұйыртса мен новый сериалды шығарайын деп жатырмын. Аты пока секрет болып қалсын. Келесте жуырда деген сол видео шығады. Жуырдың новый сериал. Сол кезде атауын айтамын. Және де, в общем, обзор көрсетем үйге. Ал ендеше, вау, ашамыз. Ух ты! Мынақта есть новые предметы дейді. Наңғыраңыздар, қазір біртіндеп көрсететін болам сіздерге. Ал енді біріншіден мынақты удалить етіп шығамыз назаттарды. Өстіп. И мен бір лайфхакты білемін. Үстеміз. Бірінші мынандай заттар бар емес пе? Сон төбеге шығарамыз да. Қызыл болып тұру керек та обязательно. И плюс, яғни галочканы басамыз да, и потом плюс басып, жолып кетеді. Ал енді көрсетеміз сіздерге. Бірінші бізде краттан басталады. Яғни бөлме жақтан басталады. Бізде бірінші мынандай кровать. Осындай бір адам жататын кроват. Әдем ғой, прям. И мынандай екі адамдық. Прям вауский. И потом мынандай детский кроват. Ух ты, әдем ғой, прям маған өзіме ұнап жатыр да. И менікі злом емес қой, бұл бесплатный. Бесплатныйға осындайлар шықты, прикиньте, күшті ғой. Так, мынақта кілемде шықпапты. Сурет тоже. Мынақта шықты ғой, нау. Полка сондай нелер ғой. В общем, бірінші мынандай. Әдем бұны кухняға и тағы ваннаяға қойылсаң, прям әдем, шикарно кетеді. Осындай, прям шик. И келесте бізде мынандай полка. Бұған андай эстетичный заттар қойсаңыздар болады. Мынау да тоже сондай. И бірақ бұл андай дәу түрі да. А мынау кішкентай. Бұны бөлмелерге қойған прям әдем кетеді. Ал анау дәуім болса, бұны залға сондай күшті кетеді менің ойымша. Сосын келесте осындай қалай десек болады? Подставка дейік. Есіме түспей кетті ғой аты. Осындай күшті екен. А мынау бұрынғысы ғой. Бұрынғы цветі қоңыр еді. Ал мынау новый, прям белый цвет. Осы белый цвет ұнатам ғой. Белый цвет андай эстетичныйрақ көрінеді да. Токобоканың осыған қуанып отырмын прям. Бесплатныйға шықты. Так, келесі бізде. Вау, шкафчик. Осында белый шкафчик шықты. Күшті ғой. Әп-әдем. Үші осындай екен. Ал келесі бізде ванная деген бөлмесінде. Ух ты, мынандай ванна бар екен. Прям андай ашық розы цветте ғой. Ал бұрын бізде бұндай жоқ еді, яғни тек қана душ бар еді. И қазір мынандай ванна шықты. О май гад, дейін деп тұр ғой. Әдем просто қуанып отырмын соған. И сосын мынандай туалет. Осындай тоже сондай стильде, сондай ашық розовый. И потом бізде мынандай раковина. Бұл да прям вау, эстетичный ғой, Сондай ғой, келесі бізде
мына айнаны көрсем деп бірдеңе не таптым ғой. В общем, бұл, по-моему, новыйдан шықты, я? Мынандай цветке өзгерте алады екен, мынандай розовый и фиолетовый цвет араласқан. И сосын мынандай розовый цвет и ашық голубой. Прям күшті екен. Осы раковинамен әдем кететін сияқты менің ойымша. Ал келесіде кухняға кеттік. Кухняда вауский мынандай столдар шықты. Көрсетіп жіберейін. Бірінші мынандай стол, бұл кухняға арналған. Немесе гостевойға да қоюға болады екен, әдем. Прям мындай эстетичный. И потом мынандай бұны да неге гостевойға да қойсақ күшті кететін сияқты. Бұл деревянный стилде. Ал мынау болса бөлмелерге арналған, яғни қыздың бөлмесіне істеп қойсақ болады екен. Өте әдемі. Еще мынандай заттармен ғой, органайзер сондайлар салуға болады екен. Прям әдемі, эстетичный. Менің вкусымда деген деп тұр ғой. Сосын бізде келесі мынандай стульчиктер шықты новыйдан. Вау! Прям андай ашық сары, прям андай күшті эстетичный. И мынандай ашық сары стульчиктер шықты. Прям әдемі екен. А мынау қызыл тош стульчик екен. Необычный екен бұл да. И мынандай розовый. Жаңақ неге сәйкес келеткен, прям осылай бөлмеге. Прям эстетичный шығады. Күшті. Так, келесі біз неге көшеміз? Гостевойға. Ух ты! Бірінші дивандарға көз алма түсті. Мына диван көз алма түсті. Розовый андай. Эстетичный, в общем. Розовый стилде. И мынандай, мынаны болса неге қойсақ болады екен. Креберіске прям әдем кетеді. Яғни креберісі бұған отырып тәпішкесін ауыстыра алады да. И потом бізде келесі мынандай стульчик. Ну, диванда әдем екен. Андай өзінің ерекше стильмен да. И сосын бізде мынандай подушка, яғни отыруға арналған подушка стиліндегі диван шықты. Тоже әдем екен. И мынаны көрсетіп жіберейін сіздерге. Бұл прям вауский, детский комнатаға прям әдем кетеді да. Детская. Мынаяқта, короче, мынандай мишка, сосын мынандай мягкий, в общем, жастықтар, игрушкалар ғой. Прям детская. Күшті кетейін деп отыр. Келесі бізде декорларға кіретін болсақ. Так. Вау, мынаяқта мынандай камин шығыпты. Серый стилінде. Тоже эстетичный шықты. Прям. И потом келесі на глобустың ішіне кіретін болсақ, заттардың ішіне, яғни. Мынандай не шықты ғой? Андай жаңақ детская кроваткамен и үстіне үстіп қойып қоясың. Типа не ғой, колыбельник. Прям вауский стилде. Так. Енді біз неқті біттік. Енді игровойға көшеміз. Игровойда мынандай компьютер шықты. Бұл андай розовыйға сәйкес келеді прям. Еще бұл компьютерлер осылай қосылады екен, әдемі осылай эстетичный болып. Так, келесі біз неға көшеміз. Бұяқта бірдеңе шықты. Қараңыздар, фонтанчик шықты. Қазақшасы қандай еді? Субұрқақ. Я. Прям әдем андай далаға сіп күшті кетеді. Әдем, я? Қараңыздар. Маған қатты ұнап жатыр, в общем, бүкіл заттар тока-бокада. Так, мынаяқта вроде ештеңе шықпады, но соның өзіне де андай күшті заттар шықты, я? Достар, ал осымен біздің видеомыз аяқталайын деп жатыр. Айтпақшы, мен сіңілімнің каналын қолдап тіркеліп кетіңіздер, және оның каналына лайк басып, комментарий жазып, и колокольчик басып қойыңыздар. Айтпақшы, достар, бұл обнова кімге ұнады, комментария жазып кетіңіздер. Тока-бокадағы ең күшті обновлениялардың бірі деп ойлаймын.
достар, жақында мен новый сериал шығайын деп жатыр. В общем, новый видеолар жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, сосын колокольчик деген батырмасын басып кетіңіздер. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Және де менің видеома лайк басып и комментарий қалдырыңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар.